Сәлеметсіздер ме? 12.01.18.9 тобының білімгерлері. Бүгін 12 қазан 2020 жыл кесте бойынша өтетін пәніміз автокөліктердің электрлік жабдықтау жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және автокөліктерге жөндеу жүргізу пәні бойынша зертханалық жұмыс. Зертханалық жұмысымыздың демек тақырыбы Стартердің негізгі ақаулары және оларды жою. Ал осы тақырып бойынша жұмыс жоспары бірінші автокөліктің стартерінің электр ақауларын анықтау және екінші электр ақауларын жою. Міне осы тақырып бойынша біз сіздермен өткендер тақырыпта аккумуляторды өткен болатынбыз. Аккумулятор бұл химиялық энергияны электрлік энергияға айналдырып беретін біз айттық. Енді сол электр энергиясын жаңағы механикалық энергияға айналдырып беретін бізде негізгі стартер. Бұл стартер электр-қозғалтқыш есебінде жұмыс жасайды. Егер мектепте физиканы есімізге алатын болсақ, міне екі магнит полюсын алдық та, ортасына жаңағы сым орамды рамка пішіндес сымды қойдық та, оны тоққа жалғаған кезде, демек магнит өрісімен мынау рамкадағы тоқ бір-біріне әсерлесіп, міне осындай қозғалып жатыр рамкамыз. Демек біз электр қозғалтқышын алдық деген сөз. Ал мынау стартердің корпусы, мынау башмак деген бөлшегі. Демек бұл башмактың ойықтарына біз сым рамка тәріздес етіп ораймыз. Соны жаңағы корпусқа винт арқылы бекітеміз. Осындай башмактың төртеуін корпусқа бекітеміз. Енді мына бізде бұны жаңағы оталдыру, қоздыру орамы деп атайды, болмаса стартер деп те атайды. Енді осы барлық сымдардың демек жаңағы шынжырға жалғанады. Бір жерден шығып тұрғанын көріп тұрсыздар. Міне осы жерден топ беріледі де, ол топтың шығуы міне оң щеткалар арқылы мына жаңағы орамдардың ұштарына бекітілген болады. Демек әрі қарай. Енді бұл стартердің болмаса жаңа қоздырушы орамның орнына қазіргі заманауи автокөліктердің стартерінде магниттер, жай магниттер қолданылады. Қарапайым, бұл әрі қарапайым, әрі қолайлы. Енді орнына қойдық міне қоздырушы орамдарды. Біздерге екінші бөлшек бұл якорь деп аталады. Мына якорьдің білігі міне болат, жаңағы сердечник деп атайды, негіздер. Сол болат сердечниктерді орнықтырып, барлығын, демек оған бағанағы бізге таныс рамка тәріздес орамды ораймыз. Ал енді осы рамканың ұшын біз коллектор деп аталатын мыс бөлшекке жалғаймыз. Міне екі оң жаңа щеткамыз осы коллекторға тиіп тұруы тиіс. Міне тағы щеткаларды алып міне екінші жағынан тигізіп тұрмыз. Бұл щеткалар осы коллекторға әрдайым тиіп тұруы керек. Міне якорь деп аталады ол. Якорьды орнына орналастырдық. Міне стартердің артқы қақпағы. Бұл қақпаққа міне щетка ұстағыштарды орнаттық. Щетка ұстағыштарда жеңіл пружина қойылған. Ол әрдайым жаңағы мына щеткаларды мына коллекторға осылай тигізіп итеріп тұру керек. Қазір міне тесікке втулка қойдық. Ол втулкаға міне якорьдің валы кіріп тұрады. Міне жалпы құрылысы осындай. Қазір біз жұмыс принципімен танысамыз. Енді қазір бағана айтқандай бәрі орталық бір шынжырға жаңағы ұштары келіп түйшет дедік қой. Міне аккумулятордың оң полюсінен сол кіріске кірді де, міне жаңағы бағана қоздырғыш орамынан ток айналып щеткаларға келіп, щетка коллекторға тиіп тұр. Коллектор арқылы якорьдің жаңағы бағана рамка орамдарына өтеді де, содан кейін барып сол щеткаға келеді. Ал сол щетка массаға жалғанған, масса міне аккумулятордың сол клеммасына жалғанған болады. Енді міне бағана айтқанда қоздырушы орамның магнит өрісіменен, мына рамкадағы ток екеуінің әсерінен міне ортада якорь өзі айналып кетеді. Демек осы принципте жұмыс жасайды. Енді қазіргі заманауи жаңағы стартерде міне бағана айтқан магнитті қоямыз. Ол кезде принцип басқаша болады. Міне оң полюстен тіке келеді де, оң щеткаларға келіп жаңағы коллекторға тиіп тұрады. Ал мынау сол щеткалар массаға жалғанады да, масса аккумулятордың теріс
полюсіне жалғанады. Ол кезде міне магнит ол тікелей келді. Бағанағыдай жаңағы орамдарға кіріп жатқан жоқ та, тікелей осындай құрылыс болды мұнда. Енді жалпы алатын болсақ, біз жаңағы бөлшектермен таныстық, жұмыс принципімен таныстық. Ал енді бұлардың қандай жаңағы ақаулары болу керек екендігін айтайық. Енді стартерді біз қосқанда иінді білікті айналдыра алмайтын жаңағы себеп болуы мүмкін. Ақауы ол не себептен? Демек, ол кезде біз бірінші кілтті қостық. Кілтті қосқанда стартер жұмыс істеді, иінді білік айналмады. Демек, онда стартердің релесінде ақау бар деген сөз. Сол стартердің релесін анықтап, оны жөндеу керек. Екінші бір жағдай болуы мүмкін. Стартер жұмыс істеп тұр, бірақ тағы бағанағы иінді білікті айналдыра алмайды. Демек, бұл кезде стартердің сымдарының түйіспелерінде жаңағы дұрыс жалған болған болуы мүмкін, дұрыс қатырылмаған болуы мүмкін, соның себебінен де болады. Әрі аккумулятордың клеммалары дұрыс бекітілмеген болады. Болмаса тотыққан болуы мүмкін. Одан кейін тағы сол біз кілтті қосқанда стартеріміз жұмыс істейді де, бірақ жаңағы иінді білікті айналдыра алмайды. Ол кезде біз жаңағы орамдарын тексеріп, кейін жаңағы бұнда қысқа тұйықталу көп болуы мүмкін, себебі бұл жерде токтың байланыстары көп. Бағанағы айтқандай реледегі қысқа тұйық болуы мүмкін, одан кейін коллектор плиталарының ортасында қысқа тұйықталу болуы мүмкін. Міне солар тексеріп анықтаймыз да, оны жөндеуге кірісеміз. Ал одан кейін тағы сондай бір жағдай, мысалы біз қостық, стартерді иінді білік жұмыс жасамады, болмаса жаңағы қосылмай қалды, себебі стартердегі жаңағы іріністің сырғанауы мүмкін. Ол жерде мысалы тістері сынған болуы мүмкін. Сол жерді тексеріп біз ақауларын анықтаймыз. Әрине жаңағы сынған жерді біз алмастырамыз. Енді тағы бір жаңағы ақаулардың бірі, стартерді біз қосамыз, қозғалтқыш жұмыс істейді, бірақ стартер өшпейді, бұрынғы қалпына келмейді. Мұндайда демек, құлып бар бізде, замок деп атаймыз ғой. Сол замокты біз қостық, стартер жұмыс істеді, иінді білік айналды, қозғалтқыш жұмыс істеді, оталды, бірақ жаңағы өшпей қалған себебі жаңағы замоктың, құлыптың қайтару серіппесі істемей қалды деген сөз. Демек, оны ашып, қайтару серіппесін тексеріп, болмайтын болса, біз құлыпты өзгертуіміз керек. Міне, негізгі жаңағы бөлшектері, ақаулары, жаңағы жұмыс принципімен барлығымен танысып болдыңыздар. Міне, бүгінгі тәжірибелік жұмыс бойынша негізгі біз білуіміз керек болған элементтер осы болатын. Енді сіздер үйге берілген осы іс тәжірибелік бойынша жаңағы материалдарды жақсылап оқып шығыңыздар, және осы іс тәжірибелік жұмысымыздың жаңағы нәтижесі бойынша бізде кесте бар, кестені толтырыңыздар, барлығын жинақтап оқып, демек, алған білімдерімізді жинақтаймыз да, кері байланысқа шығамыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.